Қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен бауырдан котлет дайындаймыз. Толық рецепті әдеттегідей видеоның астына қалдырамын. Бізге сүт, ұн, бір дана сәбіз, бір дана пияз, 2 жұмыртқа, бауыр, қара бұрыш және тұз керек. Мен барлығын ет тартқыштан тартып дайындап алдым. Бауырға 2 жұмыртқаны, сүтті құйып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді пиязды, сәбіз, 2 тіс чеснок қосып жібердім. Тұз, қара бұрыш және ұнымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай өте сұйық емес, қою емес масса пайда болды. Енді табамызды қыздырып, орташа отта котлеттерімізді осылай пісіріп аламыз. Екінші бетіне аунатамыз. Міндетті түрде жанында қарап тұрыңыздар, өйткені бауырымыз өте тез піседі. Осы рецептпен менде 20 котлет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл тексерілген сенімді рецепт. Назарларыңызға рахмет.